Ал олай болса, бүгінгі тақпақпенен әдемі осындай өзінің үкі тағасы алда. Гүлмедей. Алмабек. Орныңа. Ал олай болса, құрметті ағайындар, арнайы арайлың ақ құдай қанатын қаққан келіндеріңіз өлең шымақпенен, тақпақпенен шығатын болады. Мен ең алдымен осындай жиналған барлық туыстарыма рахмет айтқым келеді. Кешеден бері келіп, мынаны қарасаңыздар, барлығы қолдан жасалған, ештеңе мына жерде сатып алып келген емес. Соның бәрін жасап, түні бойы, күні бойы ұйықтамай қаншама еңбек еткен аға жеңгелерім, әпке жезделеріме көп алғысымды айтамын. Соның ішінде осы отбасыма айтқым келеді. Мені хан қызындай ұзатып жатыр. Ештеңе керек емес деген күннің өзінде осындай үлкен той жасап беріп жатыр маған. Сол сөздерімді, алғысымды өлеңмен айтқым келеді. Бұл сыңсу емес, мен ешкіммен қоштасып жатқан жоқпын. Мен сендердің қыздарыңмын, қыздарың болып қалам. Бұл менің сіздерге деген, мен ақын болмасам да, жүректен шыққан, шын жүректен шыққан ыстық ықыласым. Мама, папа, ағаларым, жеңгелерім, бәрің тұрыңдаршы мына жаққа, алға қарай. Отбасым барлықтарың. Тағы айтамын, мен ақын емеспін. Жүрегімнен шыққан сөздерді өлең түрінде жеткізгім келді. Қуанышпен қимастық араласқан, мына күн армандарға жол ашқан. Алғыс айтып, ақ тілегін арқалап, қиялғыз ұясынан қанат қаққан. Ең бірінші айтарым әке шешем. Олардың ақ тілегін көзден көрем. Бар бақыты баланың тұрады екен, әке деген, ана деген екі сөзден. Әкем барым, анам жаным жанындағы. Махаббаттың сезіледі ыстық лебі, білім менен тәрбие сендер берген, көмек берер қуатым әр кездері. Ал бұл менің нағашым Ержан деген. Ең жақын туысқаным осы дедем. Естелік бар қаншама еске алатын кішкентайдан бүлдіргенді бірге терген. Ағам бар, Асқар шыңым азаматым. Асқар шыңым азаматым. Кезіктірген мақпал деген махаббатын. Айтатұғын ақылын кеңесінде алтын адам деп оларды айталам. Бір адам бар, құрбы дейтін, сырлас дейтін, дос дейтін. Айнаш әпкем, кішкентайдан қамқорлыққа бөлейтін, жақсы адам жүр жанында Самат жездем. Ақ көңіл жан, өте көп әзілдейтін. Екінші ағам Аманжол, ерекше жан. Тек жақсылық байқаймын өзің жақтан. Балалықта бірге ойнап күлгеніміз қай кезде де шықпайды бастан ойдан. Қоштасу емес, құштарлықтан өлең жаздым. Әр шумақтан сезілсін махаббатым. Қандай жағдай болса дағы мойымаймын, өйткені дәл сендердей бар отбасым. Махаббатты ойлап тапқан адам ба? Жоқ әлде құдіретті Алладан ба? Жаңа ата жақсы көріп шын сүйген адамыңды сол құдірет бір өзі таңдаған ба? Ал бұл менің таңдауым, жақын жаным. Алла жазса болады сүйген жарым. Жаңа таған отбасым, уайымдама, ең бақытты болады жан қыздарың. Күйеуге шықты қыздарың деп қамықпа. Кетіп бара жатқан жоқпын алысқа. Кездескін келсе егер сағынысып, менің үйім тұрады анау бұрышта.